Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде 103-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы негізгі және туынды сын есім. Бірінші жаттығу. Мәтінді тыңда. Мұраттың бастауы. Ойын алаңының арғы жағындағы кішкене жартастың түбінде бір топ құрақ өсіп тұрған. Бірде соның жанына барып демалып отырдық. Бұрын осы жерде бастау болған дейді атам. Әне жер дымданып жатыр. Қазып көрсек қайтеді? Мүмкін су шығар деді Мұрат. Оның сөзін әркім өзінше күлкіге айналдырып жіберді. Мейлі, күле беріңдер, деп Мұрат өкпелеп кетіп қалды. Біз қайтадан ойынға кіріскенбіз. Мұрат келе жатыр деп бір бала дауыстап жіберді. Жалт қарасақ, Мұрат келе жатыр екен. Қолында күрегі бар. Ол әлгі ойпаң жерді қазуға кірісті. 2-3 күрек бойы қазғанда су шығып, бүлкілдеп аға бастады. Бізде үн жоқ. Мұрат бізге күле қарап, бастаудың мөлдір суынан ішіңдер деді. Біз бастау суын қос уыстай іліп алып ішіп жатырмыз. Салқын су қандай тамаша десеңші. Мәтіннің авторы Нағашбек Қапалбеков. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ. Балалар қай жерде ойнады? Балалар жартастың түбінде ойнады. Екінші сұрақ. Балалар ойнаған алаңда бұрын не болған? Балалар ойнаған алаңда бұрын бастау болған. Үшінші сұрақ. Мұрат бастауды қандай белгілеріне қарап тапты? Мұрат бастауды жердің дымданып, суланып жатқан белгілеріне қарап тапты. Төртінші сұрақ. Мұраттың бастауды табуына оның қандай қасиеттері көмектесті? Мұраттың бастауды табуына оның тапқырлығы мен ақылы көмектесті. Бесінші сұрақ. Бұлақ суының адамға қандай пайдасы бар? Бұлақ суы жер астының терең қабатынан шығатын болғандықтан, онда пайдалы минералдар көп болады. Пайдалы минералдар адам ағзасына тез сіңіп, ағзаның дұрыс жұмыс жасауына септігін тигізеді. Мәтіндегі сын есімдерді тап. Сын есімдер кішкене, ойпаң, мөлдір, салқын, тамаша сөздері. Бұл сұрақтардың барлығына қандай деген сұрақтар қойылады. Екінші жаттығу. Мәтінді көркем жаз. Сулы жер, нулы жер. Ну дегеніміз қалың тоғай. Тоғай іші көңілді. Қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына талда, олар қай сөз табына жататынын анықта. Бұл сын есімдердің құрғақ, қалың деген сын есімдерден өзгешелігі неде деп ойлайсың? Мәтіндегі қарамен жазылған сөздер сулы, нулы, көңілді сөздері. Бұл сөздер сын есім сөз табына жатады. Қандай деген сұраққа жауап береді. Бұл сөздер туынды сын есімдерге жатады, себебі қазір осыларды сөз құрамына талдасақ, түбірі су, ну және көңіл деген зат есімнен тұрады. Бұл сөздерге не деген сұрақ қойылады. Және де осы зат есімдерге жұрнақ жалғану арқылы туынды сын есімге айналып тұр. Бұл сын есімдердің құрғақ, қалың деген сын есімдерден өзгешелігі, сулы сөзі мен құрғақ сөзі екеуі де сын есім болғанымен екі түрлі мағына береді, яғни антоним сөздер болып табылады. Ал нулы сөзі мен қалың сөздері бір мағыналы сын есімдер, яғни синоним сөздер болып табылады. Сын есім негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Түбір сөзден болған сын есімді негізгі сын есім дейді. Мысалы, қалың, әдемі сөздері. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын есімді туынды сын есім дейді. Мысалы, өнерлі, саналы.
Бұл сөздердің түбірі өнер, сана деген зат есімнен тұрады, яғни не деген сұраққа жауап беріп тұр. Ал осы зат есімдерге жұрнақ жалғану арқылы туынды сын есімге айналып тұр. Балалар, бұл ережені есте сақтаңыздар. Үшінші жаттығу: берілген негізгі және туынды сын есімдерді салыстырып, олардың ұқсастығы мен айырмашылығын тап. Негізгі сын есімдер жаңа, көк, жүйрік сөздері. Ал туынды сын есімдер әдепті, сүтті, атақты, көктемгі сөздері. Негізгі және туынды сын есімнің айырмашылығы: негізгі сын есімдердегі жаңа, көк, жүйрік сөздерінде ешқандай түбір жоқ, тек қана бір ғана сын есімнен тұр. Ал туынды сын есімдердегі түбірі әдеп, сүт, атақ, көктем деген сөздер зат есім және де оған жұрнақ жалғану арқылы туынды сын есімге айналған. Айырмашылығы осында. Төртінші жаттығу: оқы және не туралы айтылғанын анықта. Бірінші мәтінде оның құлағы, құйрығы және жүні бар. Екінші мәтінде оның ұзын құлағы, қысқа құйрығы және жылы жүні бар. Жазда жүні сұр, ал қыста ақ болады. Мәтінде не туралы айтылғанын білуге қай сөз табы көмектесті? Балалар, бірінші мәтінде нақты не туралы айтылғаны белгісіз. Мысалы, барлық жан жануарлардың құлағы мен құйрығы, жүні болады. Ал екінші мәтінде сын есімнің қатысуымен, яғни бұл мәтіннің не туралы екенін білдік. Мысалы, ұзын, қысқа, жылы, сұр, ақ деген сөздердің, сын есімдердің қатысуымен бұл мәтін қоян туралы екенін білдік. Берілген етістіктерге ғыш, гіш, қыш, кіш жұрнақтарын жалғап, туынды сын есім жаса. Білгіш, жүзгіш, тапқыш, сезгіш, байқағыш, сөйлегіш, айтқыш. Жасаған туынды сын есімдерінің қайсысын қоянды сипаттауда қолданасың? Бұл сөздердегі сезгіш, байқағыш деген сын есімдерді қоянды сипаттауға қолдануға болады. Себебі қоян өте сезгіш және де байқағыш аң. Балалар, бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Бұл сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Видеоға лайк басып, міндетті түрде каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сол кезде келесі шығатын сабақтарды бірінші болып көретін боласыздар. Назарларыңызға рахмет.